игіздар, шулаңыздар, айғайлаңыздар, көптен күтірген қонағымызбен таныстырып өтейік. Иә, Анара, көптен күтірген деген тіркес біздің бүгінгі қонақтарымызға дәл келетін сияқты. Иә, олай болса студия төрінде күллі игізді көп күттірген, тыңдарманды сарыла сағындырған 91! Қатты қуанып отыр негізде. Сен де көптен күттің. Сен де игілсің. Жақсы, жігіттер, камбай құтты болсын. Рахмет. Көңіл күйлерің қалай? Қош келдіңдер. Күшті, керемет. Бәрі тамаша ма? Енді карантиннен кейін Аллаға шүкір жақсы көңіл күйде қауышып отырмыз. Жалпы карантин қалай өтті? 4 қабырғада қамалып отыру қиын болды ма сендерге? Тем более сендер сондай энерджайзерсіңдер. 4 қабырғада біз андай көп қамалған жоқ. Біз негізі барып карантин үйреншікті болды. Өйткені біз өзімізде былай да былай карантин болып жүрген екенбіз. Студияда тек қана. Иә, сондай болды. Сол үшін үйреншікті жағдай. Студия, үй, кейде далаға шығасың. Ал ол кезде далаға шығасың. Бірақ ұсталмайсың дейсің да. Қалай ұсталмайсың? Жоқ, сол неге? Ешкім штраф салмайды да. Коронавирустан қашып жүресің да? Ұсталып қалмау үшін ше соған. Вирустан ба, әлде құқық қорғау қызметкерлерінен ба? Жоқ, ұсталған кездерің болған сияқты. Смотря қалай. Ұсталған кездеріміз болды. Ұсталған кездеріміз болды карантин кезінде. Неден? Сен 2 рет па, 3 рет па ұсталдың? Мен 2 рет қалдым. Бетпердесіз емес, көшеде жүруге болмайды деген болды ғой. Мәселе даже бетперде емес. Жұмыстан қайтып баратқан кезінде құқық қорғау органдары ұстап алып, кішкене біршама сілкіп жүрген екен. Сағат 7-тен кейін жүруге болмайды дейді. Себепсіз жүруге болмайтын кезең болды ғой. Анықтама болу керек болды. Қандай жағдай орын алды? Жағдай сол, мен жұмыстан келдім, жұмысқа студияға бардым, ол кездер ол жұмыс басқа бір арнада жаңағыдай лайв біздің жұмыстарымыз болды, лайв выступление. Содан кейін келе жатқан кездері ұстап алды. Мен сөйтіп кішкене бұл мәдениет министрлігімен осындай жұмыстамыз деп кішкене осындай сөздермен ағалармен. Қазірді көріп отырса деп отырған шығар. Жаңа альбомдарың жарық көрді. Құттықтаймыз тағы да. Альбом туралы айтып берсеңдер. Меніңше бұл жинақта жаңа леп байқалады. Жаңа альбомды да сөйтіп әңгіме қылсын деп шығарған болатынбыз. Негізі әрдайым сол альбомдарда әңгіме қылуға шығарамыз. Осы жолғы альбомның негізгі әңгімесі, басқаларынан ерекшелігі, ол уақыт өте келе біз кішкене бұрында қиындататын едік та көп нәрсені өзіміз үшін. Сөйтсе қиындату оңай екен. Ал қиын нәрсені оңай қылып беру кішкене қиындау екен. Сол үшін де осы жолғы альбомда біз кішкене қиын нәрселерді оңай қылып беруге тырысқан болатынбыз. Ерекшелік демекші, мысалы бізде кішкене бір андай үлкен көзқараспен отырып, андай как өзімізді мысалы тыңдарман ретінде елестетіп көрдік те, және де осы заманның қазіргі уақыттағы андай бір музыкалық ағымдар болады ғой. Соны өзіміздің жанрда қандай қылып ерекшелік істеуге, және оның мағынасы қандай болады, қандай стилистика, соның бәрін отырып ойланып отырып, кәдімгі андай толыққанда бір шын жүрекпен істелінген альбом десе болады. Өйткені біз оның ішінде бүкіл бір идеология жатыр, бір подача жатыр, андай бір өзгеше бір ерекшелігі бар. Оны қазір түсіндіріп айтуға болады. Мысалға Nice Weather деген әнде ішінде ол негізі былайша айтқан кезде New School десе болады да. Кәдімгі қазіргі көп адамдар жазып жатыр неше түрлі андай. На дегенде қысқа сөздермен үзінді қылып жазады. Мысалы аранжировкасы да сондай болып келеді. Бірақ та біздің ерекшелігі, оның тақырыбы негізі табиғат суреттеу. Ал бүкіл New School'да қарайтын болсаңыздар, олар менде ақша көп, мен ана қызды не қылам, мына қызды не қылам, мен крутоймын, сондай әңгіме болады да. Ал біз ол жерде табиғатты суреттеп, ішіне New School'ға домбыраны тығып, оның ішіне фольклорный, кішкене атмосферный сөйтіп айттық та, вокалды сөйтіп айттық. Жалпы ақшасымен, қызымен, жаңағы машинасымен мақтанып атқан адамдарға біз ответка ретінде табиғатын бізбен мақтанып салдық. Сендерде осы 3 зат бар ма? Ақша? Бар. Бар, қыз? Шүкір. Бәрі бар. Машина бар. Жоқ, бізде андай ғой, ақша қағаздан жасалады ғой. Бірақ сендер мақтанбайсыңдар, Сол ақша қағаздан жасалады, қағаз талдан жасалады, сол үшін біз сразу талмен бөсіп түп тамырына барған екен да. EP-дің мұқабасы Gorillaz альбомының мұқабасына ұқсайды. Осы екі альбомның мұқабасын салыстырып көрейік, қазір бірге жігіттер көрейік, салыстырып көрейік.
Осы алып алдыңдар ма? Әлде қалды ма? Әлде сондай ой болғаннан кейін бірге сәйкес келіп қалды ма? Біз өзіміз Гориллазды қатты ұнатамыз. Содан кейін кішкене подражать етейік дегенбіз ғой. Жоқ. Ой, мен кәдімгі сеніп отырмын. Мен сене беремін. Негізі әртүрлі стилистикалар бар ғой. Суреттеудің тағы басқаның. Бұл негізі бір стилистика Гориллаздың Demon Days-ынан бөлек тағы да бірнеше әртүрлі альбомдарда, тағы басқа жақтарда қолданылады. Бізге осы жолғы камбэкке, осы концепцияға кішкене осындай суреттер керек болды. Біз ойладық, әрине ұқсастығын байқадық, бірақ та бізге бұл ешқандай кедергі болған жоқ. Бұл біздің қазіргі шығармашылық художник солай көреді дейді ғой, суреттеуші, сондықтан осындай мақала. Күшті. Біз білеміз, бүкіл әндеріңді өздерің жазасыңдар. Осы альбомда әндердің барлығын кім жазды? Ең бірден бір ерекшелік бұл жерде екі әннің продакшнын, яғни толыққанды концепциясын тағы басқасын осы жол бірінші рет бала істеді. Соңғы, Шыдам мен Найсуэзі екеуі жаңағы баланың ол не қылды, қандай несін жазылу процесінде бәрін күтіп алу, қалай тез жазайық, мынаны істейік, өзі қатысып сол жерде отырып қалай естілу керек деген сияқты сондай. Әрқайсымызбен жеке отырып, записте отырып, былай айт деген. Дәл қазіргі уақытта TikTok'та, Instagram'да күллі тыңдарман сеньоританың бейнебаянын асыға күтті. Промо бейнебаяны да болды, шығады деген сияқты, бірақ барлығы жалған болып шықты. Кімнің идеясы бұл? Әдейі істелген зат па негізінде? Жалғансыз, қай жағынан айтып тұрсыз? Клип шыққан жоқ қой бейнебаян? Окей. Біз негізі 30 мың жиналған кезде клип шығады дедік та, бірақ ол қашан шығатынын айтқан жоқпыз ғой. Бірақ шығады? Қашан шығады? 30 мың жиналды, енді шығады. Бірақ қашан шығады? Бірақ осы емес қазір 130 мың асып кетті. Жоқ, 30 мың жиналды ғой енді. Клиптің нағыз уақытын әрине айта алмаймыз. Ол көп жағдайларға байланысты болады ғой, сіздер білесіздер ғой, продакшнда жүрген адамсыздар. Әртүрлі бір кейбір желілер болып қалады, сондықтан сондай кішкентай нәрселермен ұсталып қалып жатыр. Бірақ та міне білуімше деп тағы уәде бермей қойын. Біз күтеміз. Жақында. Жақында өте жақында. Ана жолы жақында дедік, осы жолы өте жақында деп. Одан да жақында. Біз күтеміз. Промо демекші, туынды шықпай жатып, TikTok-тың трендіне айналып үлгерді. Дәл қазір осы әнге таспаланған видеоларға кезек берсек. Әндеріңде жігіттер, words game, яғни сөздерді ойнатуды бұрынғыдан көбірек байқауға болады. Мамасита, мама сөйтіп дегендей бар. Оның барлығын кім ойлап табады? Негізі. Оның барын ойлап табатын Зак өзі жауап берсін бәріне. Қандай себеппен жасайтын не үшін? Ұнайды? Сол, андай бір кішкене ерекшелік болсын деп ойлайсың. Мен өзім андырда жүрген кезде, жалпы тек қана рэппен айналысып жүрген кезде, нақты сол мәтінге көп мән беретінмін да, рэперлар көбінесе жаңағы сөз ойнауды өте жақсы қолданатын. Біздің рэп бар кезінде, қазақша рэп әлі тірі кезінде бәрі жақсы болған. Қазірше? Қазіргі уақытта енді кішкене басқаша болып кетті бәрі. Қазақша рэп бар ма қазір? Қазақша рэп болады жақында. Қазір жоқ, Жоқ. Қандай рэп орындаушылар? Мен де ойланып қалдым. Өз басым сендердің Ирина Қайратовнамен фит жасағандарыңды естіген кезде кәдімгідей таңғалдым. Бұл коллаборация туралы айтып берсеңдер. Табу деген трегіміз бар Ирина Қайратовнамен. Бізде бір негізі тату болу керек болған, бірақ шатастырып опечатка кетіп қалды ма? Сосын сөйтіп қалдыра салайық деді. Негізі бұл ән жайында айту табу. Сол үшін бұл жайында ақпаратты өздеріңіз табу керексіздер. Өтір айтам, негізінде сол біз өзіміз бір тақырып шыққан болатын, демка. Яғни бір демо ән жазған болатынбыз. Содан кейін бір ой кетті, бұны біреулермен коллаборация істеу керек бір адамдармен деп. Біз өзіміз Ирина Қайратовнамен жақсы араласатынбыз. Сондықтан да сол кездері бір әңгіме үстінде сөйлесіп отқан кездері Алдиярмен, Алдикпен жазбадық па, қашан жазамыз деп Алдик айтты. Сол кездері міне мына идеямен бәрі зарезонировало все. Өйткені келісетін болды, бір толқында болып шықтық бұл тақырыппен. Алдияр, яғни Ирина Қайратовна сендерге ұсыныс жасады. Керісінше сендер жасадыңдар Ирина Қайратовнаға. Идея болды, біз соны Иринаға
Жақсы. Түсінікті. Иә, жігіттер, қазіргі таңда шетелден ұсыныстар түсіп жатыр ма? Ерболат Беделхан бір сұхбатында енді шетелге шығуға тырысамыз деген еді. Дәл қазір сол сұхбатты бірге тыңдап көрейік. Негізі былтыр мен айтқан болатынмын, 91 тобын басқа нарыққа шығарам деп айтқанмын. Міне осы жылғы біздің активистеріміз көріп жатсыз. Сол, ал жеке тұлға ретінде әрине айттым, ол да болып жатыр. Ал жігіттер продюсерлерінің сөзіне сендер жауап бердіңдер. Жоқ, негізі Ерболат аға бар ғой, бәрін дұрыс істей келатты да. Тек бұл жерде мына жерден бір оң жақтан келді да, пандемия келді да, тыңқ етіп ұрды ғой. Бәрінше. Мына жерде енді Ерболат аға бұл сөзді енді қазір бұлай айта алмас еді деп ойлаймын, өйткені қазіргі уақытта енді білесіздер, мысалға бір жаққа ұшудың өзінде, мысалы қазір қауіпті бар да, жабылып қалуы мүмкін. Бір жерде қалып қойуы мүмкінсің да, сосын ол пандемия мысалы жарты жылға созылатын болса, жарты жыл Қазақстанға келе алмауы мүмкінсің, немесе Қазақстанға шыға алмай қалуы мүмкінсің деген сияқты. Сол себептен осы жағынан кішкене сұрақтар болғаннан кейін біз қазір шетел жағынан кішкене ойлана ақылға салып қалай болады екен деп істеп жатыр, өйткені біз білмейміз нақты. Бірақ жоспар ретінде Ерболат ағаның айтқан сөздері ол стиліне де сәл шегерілді. Сендердің ізбасар тобы 24 қазан онлайн концерт бермек, өздерің білесіңдер. Ал сендердің жоспарларыңда онлайн кеш өткізу ойда бар ма? Бірінші Деней онлайн концерт беріп көрейін деп отыр. Кәдімгідей солай сахнамен, тағы басқа затпен, үлкен дайындықпен. Адамдар көріп, сондай кәдімгі концерт көргендей болады, және ол жаққа билет сатылуымен бірге. Өйткені билет сатып алып, өзіңнің промокодыңды ашып, сол жерде өзің қарауыңа мүмкіндік болады. Және ол YouTube-қа ешқай жерге шықпайды, тек қана сол жерде стрим өтеді, сонымен бітеді. Егер де Денейді бәрі дұрыс болып шығып, бәрі күшті болса, онда бізде концерт береміз десең де. Егер олар ұятқа қалса, сендер керек емес екен. Қанша дегенмен енді. Бұл техникалық көп нәрселер болады ғой. Сондықтан да әрине бізде де жоспар бар ондай. Енді біз Иглздар кәдімгідей асыға күтеміз концерттерінде. Біз бірінші болып кәдімгідей гүл алып тұрып, телевизорға лақтырамыз, кәдімгідей солай. Айта кету керек еді, жақында міне біздің бауырымыз ZAQ-да оны, осы айдың оны да өзінің жеке толық форматты альбом шығайын деп жатыр. Міне жаңалық. Міне жаңалық. Оста бастамайсыңдар ма? Бір аптадан кейін өзінің жеке альбомы шығады. Рэп, нағыз рэп, андеграундный рэп өзі жасаған. Рахмет, қадірменді көрермендер. Біз сіздермен келесі шығарылымға дейін қоштасамыз. Айтар жағымды жаңалықтар көп болсын. Айтқаныңыз ертеңге дейін. Ревью Ньюспен бірге болыңыздар, достар.